жүргізу пәнінен видео сабағымды ұсынып отырмын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сенімхат және қолхат. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты құжат үлгілерімен таныстыру, қолхат, сенімхат туралы толық ақпарат беру және де сенімхат пен қолхаттың басқа құжаттардан айырмашылығы мен ерекшелігін түсіндіру. Ендеше жаңа сабағымызды бастаймыз. Іске сәт. Сенімхат сенім білдірушінің өз атынан өкілдік ету үшін екінші тұлғаға берген жазбаша уәкілдігі. Сенімхат жазбаша нысанда және нотариаттық куәландыру арқылы жасалынады. Сенімхаттың мерзімін сенім білдіруші өзі белгілейді, бірақ заң бойынша ең ұзақ мерзім 3 жыл. Сенімхат мынандай әрекеттерді жасау үшін беріледі: мәміле жасау, белгіленген уақыт ішінде сенім білдірушінің атынан әрекет ету, сенім білдірушінің мүліктік кешенін басқару, акционердің атынан қоғамдық жиналыстарға қатысу. Сенімхаттың мазмұндық құрылымдық жүйесі: құжаттың атауы, күні, сенім беруші туралы, сенім білдіретін тұлға туралы толық ақпарат, алынған заттың атауы, қайтарылатын уақыты және нотариаттық мекеме мөрі. Сонымен қатар сенімхат үлгісімен таныса отырыңыздар. Сіздерге сенімхат туралы қысқаша мәлімет ұсындым. Келесі тақырыпшамыз қолхат. Қолхат дегеніміз қол қоюшының әлденені алғандығын растайтын, уақыты жазылып, қолы қойылған құжаттама. Құқық саласында бұл жазбаша айғақ дәлелдің бір түрі. Қылмыстық іс жүргізуде қолхат анықтаушының, тергеушінің немесе соттың рұқсатынсыз тұрақты жерінен кетпеу, сотта істі тергеуге және қарауға кедергі келтірмеу сынды жазбаша міндеттеме. Қолхаттың мазмұндық құрылымдық жүйесі: құжаттың аты, қолхат беруші және алушы туралы толық мәлімет, алынған заттың атауы, қайтарылатын күні, тараптардың қолы және мекеменің мөрі. Және де осы сурет арқылы қолхат үлгісімен таныс болыңыздар. Бүгінгі тақырыпшамызды қорытындылай келе, сенімхат пен қолхат мазмұны мен қызметіне қарай жеке адамға қатысты құжат түрі екен, яғни күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын құжаттар түрі. Сабағымызды бекіту мақсатында арнайы тапсырмалар ұсынып отырмын. Тақырып бойынша берілген дәрісті пайдалана отырып, семантикалық картаны толтырып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Келесі аптаға арналған үй тапсырмасымен таныс болып, дәптерге орындаңыздар. Бүгінгі сабақ барысында орындаған тапсырмаларыңызды порталға жүктеулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше.